мамаларымыз қоятын концертті кезінде. Бұрын папаларымыз концерт қоятын екен. Ол уақыттағы ол мықты болатын олар бар ғой. Біз 2 сағат концерт қоямыз, олар 3-4 сағаттан қоятын концерт екен. Новый программамен как положено. Сосын жаңа ауылдың бәрі біліп жүретінді. Ауылдың бәрі айтып жүреткен. Афиша, реклама бүкіл жерде жүріп ататқан. Радио, телевидениедан. Жаңағы үйдегі мамаларымызға келіп ататын. Ана жерде осылай, сен Мұрат деген жаңаған жерде серік бар, қанат бар, репетиция істеп жатыр деп жаңағы. Олар өздері репетиция істеп алады бір жерге барып, сосын үйлеріне барып концерт қоятын. Мамаларымыз дайындалып жүретін, ана қолға түспейтін заттардың бәрін тығып, кәдімгі әртіс келе жатыр ғой үйге деп жаңа. Бізге дайындалыңдар деп. Оны құрметпен қарсыламалмастан концерт бітпей қояды ол уақытта деген жаңа. Кәдімгі шауып жүретінбіз. Келе жатыр дегенде, кәдімгі ол мықты дайындалып жатса, мамасын, ана ағасын бәрін үйге әкелгізіп қойып. Үйтпесе концерт бітпей қалады да жаңағы. Сөйтіп жаңағы сол кезде бүкіл үйде болған жоқ енді ол концерт. Бүкіл үйде болған жоқ. Кейбіреулер көрші үйдің концертін көретін. Көрші үйдің концертін көріп, аяйсында соларды бар ғой. Сықалап бүйтіп жүретін жағындағы. Сықалап, қашып, тығылып, концерт көре алмайды ғой, билет жоқ өйткені қолдарында. Ой, әртіс келеді жаңа, үйдің үлкен балдар бірінші қатарға отырғызып қояды олар жаңағы. Бірінші қатарға шақырып